Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер Брахма балапандарын алып келдік. 22-сі шыққан дейді. Мінекей, сіздерге көрсетіп жіберейін. Әке-шешесі бәрі таза қанды. Бәрін өзім қарадым. Біздікілер тек талапты, тек бар ғой. Домашнилармен қатар екен. Домашнилар 21-і шықты ғой. Onlar 22 март шыққан балапандар. Так, оларға рост ештеңе беріп жатқан жоқ екен, барып қарап едім. Сол өзім старт беріп жатырмын. Старт, ертең старттағы алып келем. Бір қапшық старт алып келем. Соларды берем сосын осыларға. Өте берсе енді жеткізіп аламыз. Мына өзім балапандарым 21 күні шыққан. 21 күні шыққан балапандар мынау. Атеш секіріп тұр уже, атештер уже. Бидай салып қойдым ішіне. Әні балапанда аржана тұр. Үйрен салмай тұр енді. Бір-екі күн адаптация болады, сосын мыналарға үйреніп кетеді жүреді ғой. Ертең ішін барлығын полный бір тазалап алам. Сықитып тұрып. Түкіріп қойыңыздар, бағасын беріп жүріңіздер Брахмалардың. Мынау әтеші, мынау тауығы мысалы. Міне. Мынау тауығы. Міне, бағасын беріп жүріңіздер. Аяқтағы жүндерін қараңыздар, көрдіңіздер ма? Тауық. Тауықты қалай айырамыз? Тауықтың міне құйрықтары шығып тұрады, көрдіңіздер ма? Құйрықтары шығып тұрады тауықтардың. Қазір мен әтесін тауып алайын. Әтеші де бар ғой. Әтеші. Үге шықма шықма. Мен қолым шықпады тек. Мынау тауық. Мынау әтеш сияқты осы. Мінекей. Әтештің құйрықтары мынандай болады, көп болмайды, көріңіздер ма? Бірақ бұларға да сенім жоқ. Құйрығы болмаса да тауық болып шығуы мүмкін, құйрығы болса да әтеші болуы мүмкін. Енді мен жуамен айырып жатырмын қазір. Алла берсе енді оны өскесін білеміз. Енді әрі кетсе 2 айында білеміз ғой, қайсы тауық, қайсы әтеш екен, точно. Сол үшін арнаға жазып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Всем салам алейкум, давайте жақсы.